Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қасиетті сүреміз Аятул Курсінің Құран мен хадисте неге ерекше орын алатыны туралы және оның мағынасы туралы ақпаратмен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіз, соңғы жағында өзімнің басымнан өткен жайтпен бөлісемін. Аятул Курси деп Бақара сүресінің 255 аяты аталады. Неге Аятул Курси Құран мен хадисте ерекше орын алады? Себебі Аятул Курсиде Хақ Тағаланың ұлықтығы мен жалғыздығы баян етіледі. Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам: әр нәрсенің шыңы бар. Шын мәнінде Құранның шыңы Бақара сүресі. Ол сүреде Құран аяттарының төресі Аятул Курси бар деген. Аятул Курсиде Алла Тағаланың көркем есім сипаттары қамтылған. Бұл жайында ғалымдар былай деген. Аятул Курсиде Алла Тағаланың негізгі есім сипаттары көрсетілген. Олар: ақиқат, тәңірлік, жалғыздық, мәңгі тірі болу, шексіз білім иесі, қалау, құдірет, иелік. Осы сипаттар Алла Тағалаға тән негізгі сипаттар болып табылады. Аятул Курсиді қаперінде сақтаған пендені Алла Тағала түрлі бәле-жаладан сақтайды. Аятул Курсиді таңертең оқыған адам кешке дейін, кешке оқыған адам таң атқанға дейін Алла Тағаланың қамқорлығында болады. Аятул Курсиді ұйқыға жатарда оқыған адамды Хақ Тағаланың сақшысы таң атқанға дейін шайтаннан қорып шығады. Қиналған сәтте Аятул Курсиін оқыған пендені Алла Тағала өз қамқорлығына алады. Осы орайда өз басымнан өткен жайтпен бөліскім келіп тұр. Маған бір кісі айтқан болатын: қиналған сәтте Аятул Курсиді оқысын, Алла Тағала саған көмектеседі деп. Сол кезден бастап Аятул Курсиді жаттай бердім. Мен памятім нашар болатын. Сонда да қайталай бердім, тоқтамадым. Сөйтіп жаттап алдым. Енді операция болатын кезде бәріміз уайымдаймыз ғой, қалай болады, не болады депші. Адам болғасын кәдімгідей уайымға салынасың. Сонымен операцияға кірдім. Операция кезінде менде жартылай наркоз болды. Яғни барлығын көріп біліп жаттым. Сол кезде Аятул Курсиді оқып, қайталап оқи бердім. Аллаға дұға жасаумен болдым. Аллаға шүкір, операциям өте сәтті шықты. Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Сіздер де дәл қазір қиналып жүрген болсаңыз, Аятул Курсиді оқып, қолыңызды жайып, Аллаға дұға жасаңыз. Алла Тағала жайылған қолыңызды құрық қайтармайды. Сіздерге осы видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды жазуларыңызды сұраймын. Әрқашан дұғада болайық, Алла Тағаланы көбірек еске алайық дегім келеді. Менің осы видеомды соңына дейін көргендеріңізге, тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын дегім келеді. Сау болыңыздар.